Өгілмелі рогаликтер дайындаймыз. Ол үшін бізге 330 грамм ұн және 300 грамм өте салқын маргарин қажет. Екеуін қолмен үгітіп, яғни өгілмелі қамыр дайындаймыз. Бұл рогаликтерде маргариннің пайдалану себебі қамырымыз өте қолға жабыспайтын, жақсы болып тез жиналады. Егер сармаймен жасалған жағдайда қолға жабысқақ болып, басқалай болып шығады. Сол себептен тек маргарин пайдаланыңыздар. Өте жұмсақ қамыр елейміз және пакетикке салып, холодильникке кемінде 30 минутқа салып аламыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөліп, домалақ форма жасап аламыз. Яғни қамырымызды ендігі кезек жайып, астына және үстіңгі бетіне ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Қамырымыз тым жұқа да емес, тым қалың да емес, орташа болуы керек. Қамырымызды бөлікке бөлместен бұрын ең алдымен бетіне 200 грамм сахарный пудраны себеміз. Яғни 200 грамм сахарный пудраны жаңағы 4-ке бөлген қамырға әрқайсына 50 граммнан сеуіп шығасыз. Бұл қамырға басқа салма, яғни начинка салуға болмайды, себебі басқа начинка салатын болсаңыз ағып кетеді. Сол себептен тек қана қант ұнтағын сеуіп, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, рогаликінің формасын орап жасаймыз. Дәл осылай бөлінген 4 қамырмен де осылай рогаликилер жасап аламыз және пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Тым қатты қызартудың қажеті жоқ, себебі өте қытырлақ болып қалады. Астарыңыз дәмді болсын. Назар аударғандарыңызға рахмет.